Адамның жасы ұлғайған сайын тері де қартайып, әжім түсе бастайды. Дегенмен теріге жасалған күтім арқылы әжім түсуінің алдын алуға болады. Қазір біз сіздерге үйде жасалатын қарапайым әрі тиімді маска түрлерін ұсынамыз. Сонымен бір шай қасық балды жұмыртқаның сарысымен араластырып, бірнеше тамшы зәйтүн майын қосыңыз. Алынған қоспаны көзіңіздің айналасына жағып, 30 минуттан кейін жылы сумен жуып тастаңыз. Құрғақ бетті нәрлендіріп, жасарту үшін 120-140 мл кілегей, жұмыртқа сарысы, бір шай қасық бал мен бір ас қасық лимон шырынын қосып араластырыңыз. Бұл қоспаны бетіңізге жағып, 15-20 минутқа қалдырыңыз. Әдемілік пен сұлулық жалпы әйел табиғатына тән нәрсе екен, барлығына белгілі. Құрметті қыз-келіншектер, теледидарға жақынырақ отырыңыздар, себебі дәл қазір эфирде сұлулықтың құпияларын ашатын шырайлы майдары. Масканы мен қайдан білемін? Бірақ біз оны көбіне әжмен құтылу үшін қолданатын сұранысы жоғары сұлулықтың заманауи үлгісі ретінде білеміз. Барша әйел болмаса да жасы ұлғайғандар осыған құмарақ. Ботокстың бұлшықеттерді қатайтып, әжімді жерлерді қалпына келтіріп, сәлде болса жас рең сыйлайтыны өтірік емес. Алайда оны жиі жасату дұрыс па? Әжімдерге келетін болсақ, онда ботокстың әсер етуі ол бұлшық еттің жиырылуын тоқтатады. Сол бұлшық ет жиырылуы мысалы бір адамдарда 3 айдан кейін өз қалпына келеді бұлшық еттің жиырылуы, ал бір адамдарда 4-5-6 айдан кейін. Басқа да көп жақсы косметологиялық әзірге процедуралар бар. Ол соларды қосып жасаса, әрине ол ботоксты олай жиі жасамайды. Ботокс құрамында ботулотоксин болады. Инъекциялық екпе болғанымен ол фармацевтикалық дәрі емес. Оны теріге енгізбес бұрын алдымен маманмен келісіп алған жөн. Себебі екпе мөлшерден көп болып кетсе, кері әсерлері болуы мүмкін. Сондықтан дәрігер ботокс жасауға келген адамның алдымен жасына, әжім түріне қарап, содан кейін ботокс жасауға болатын болмайтынын анықтайды. Сондай-ақ ботоксты аяқ ауыр әйелдер мен бала емізетіндерге жасауға болмайды. Тұмауратып тұрған жағдайда да оған тыйым салынады. Ботоксы жасағаннан кейін 4 сағат шалқасынан жатуға болмайды, моншаға түсуге болмайды, алкогольдік ішімдіктерді ішуге болмайды. Ал мамандардың сөзінше аталған сұлулық процедурасын жасатуға көбіне жасы 35-тен асқан әйелдер келеді екен. Алайда қазақстандық қыз-келіншектер бұған көп мән бере бермейтін көрінеді. Бұдан әлі де болса жасанды сұлулықсыздар әдемі қартаюды қалайтындардың саны біршама екенін көруге болады. Маржан Нүсіпбек, Қоблан Өтегенов, арнайы Қайырлы таң үшін.